Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ал құрметті ақсақалдар, бауырлар, ағайындар, туысқандар, бауырларына бүгін сіздердің ауылдарыңызға келіп, мешіттен дәм тату бұйырған екен. Осы дастарханды жайған, дастарханның жайылуына себеп болған, мына керемет дәмді тамақты жасаған баршасына Алла разы болсын айтамыз. Жалпы барыңыз білесіздер, егер сіздің үйден дәм ішетін болсақ, Алланың алдында пәленше үйінде ас берді деп жазылады екен. Ал егер жиналып мешітте тамақ беретін болсақ, Алланың үйінде ас берілді деп жазылады екен. Енді сауабын есептей беріңіз енді. Үйде тамақ бергенмен, мешітте тамақ берген сауабын есептей беріңіз. Түсініп жатсыздар ғой? Үйде тамақ берілсе, пәленшенің үйінде ас берілді деп жазылады. Ал мешітке беретін болса, Алланың үйінде ас берілді деп жазылады екен. Міне сондай ұлы сауап беріледі екен, Алла сондай сауаптан жазсын. Бірақ ниетті бұзып алмайық. Мен өзім таныстыра кетейін, мен Сайрам ауданында Құтарыс деген ауыл бар, бұрын Қызыласкер деген қазақша Құтарыс, сол ауылда туылып өскем. Сыртта жүрдік, қанша облыстарда жүрдік, бірақ осы 40-қа жетпей, ары ойлап, бері ойлап, қазір өзіміздің ауылымызға келіп, өз ауылымда мешітте осындай мәкең сияқты осындай бір кішкентай мешітіміз бар. Сол мешітте имамбыз қазір, наиб имамбыз ауылда. Бірақ енді Алланың қалауымен осы жерден сіздермен бір сәлем беріп кетейік деп кеп қалдық. Мұнда қасымда біраз достарымыз бар, бауырларымыз бар. Мына Төле би ауданында соғысқа қатысқан бір ақсақал бар екен. Қазір енді дүниеден өтіп кеткен шығар, бірақ сол кісі төрде отырып айтады екен. Ай жігіттер, бір нәрсе айтсам тыңдайсыңдар ма деп сұрап алады екен бірінші. Тыңдаймыз, енді соғысқа қатысқан қария, ауылдағы ең үлкен кісі. Сөйтсе, онда айтайын, ендеше айтайын. Ниетті бұзып алмайық жігіттер, мына ниеттеріңді бұзып алмайық деп бастайды екен әңгімесін. Сөйтсе, соғысқа барған кезде, я Раббым, бірде-бір немісті атып өлтіргім келіп тұрған жоқ. Ешқандай сенің жаратқан пенделеріңе, сенің жаратқан адамдарыңның ешқайсына мен оқ атқым келіп тұрған жоқ. Мен атпаймын деп соғыста жүріп аспанға ата бердім дейді. Соғыста жүріп аспанға ата бердім дейді. Сол кезде менің денеме бірде-бір жарақат тиген емес дейді. Бір күні қарасам, қасымда ғана пәленше 3 немісті атып өлтірген екен, соған бір медаль беріпті дейді. Ана кім бір неміс ұстап әкелген екен, оған орден беріпті. Сөйтіп газетке беріпті. Газетті оқып отырсам, қасымда жүрген жігіттер сондай жасап атқан еңбектеріне темір терсек анамнан алып жатыр екен дейді. Маған ой келді дейді. Менде бір 3-4 немісті өлтіріп бір орден алып қайтсам екен, елге қарай. Деген ой келді дейді. Ниетім бұзылды дейді. Енді адамға қарап ата бастадым дейді, немістерге қарап. Атам деп, ал деп енді бастап атырым дейді. Қасыма бомба келіп түсті дейді. Госпитальде көзімді ашсам дейді. Тірі екенмін әйтеуір, бірақ денемнің бәрі быт-шыт жатыр екен. Сонымен қайттым дейді ауылға қарай. Түсіндіңіздер ме, түсінбедіңіздер ме? Ниетім бұзылды дейді. Атақ алу үшін, мансап алу үшін, адамдар мақтасын деп ниетім бұзылып еді дейді. Адам немістерді атып өлтіріп, темір терсек алам деп, медаль ма, газетке шығам деп. Сонымен госпитальдан бірақ шықтым дейді ғой. Сол сияқты ағайындар, бауырлар, мынау осындай бір уақыттарда жаздың ыстығы, күні бойы адамдар кешке дейін еңбек қылып, қыстың қамын жасап, шапқылап жатыр. Күн ыстық, кешке шаршап, үйінде ана бәйбішесімен шай ішіп, жата қалып ұйықтап қалса да болар еді. Құптанды үйде оқып, шаммен. Жоқ, бүгін мешітте сұхбат болады, бір кішкентай әңгіме болады, бір жақсы дүние үйренем деп ниеттеніп келген баршаңызға Алла разы болсын айтамыз. Құдай тағалам елімізге амандық, жұртымызға тыныштық берсін. Мына отырған, төрде отырған қарияларды көріп, мына микрофон дұрыс естіліп жатыр ма жігіттер? Мына төрде отырған қарияларды көріп, Құдайға шүкір, қазір көп қариялар шыға алмай қалды ғой негізінде. Бірақ сіздердің мына мешітке келіп, мына намазды алдыңғы сапта отырып,
дастарханға бата беріп отырғандарыңызға Алла разы болсын айтамыз. Құдай Тағала өмір жастарыңыз ұзақ қылсын. Шында да қазақта сөз бар, қарияларының аузында өсиеті болмаған елдің жастарында қасиет болмайды деген сөз бар екен. Міне сол қариялардың өсиетіменен мешіттер салынып, жастар мешітке қадам басып, неке қиылып, қандай керемет дүниелер өтіп жатыр. Сол біздің Шымкент қаласында бір ақсақалға сәлем беруге барғанда ол кісі былай деп айтқан екен: қария болу үшін дайындалу керек екен ғой деп айтты дейді. Қария болу үшін дайындалу керек екен ғой деп айтты. Оған не дайындық керек? Бір қымбат шапан, бір жақсы бір кожаный мәсігалош киіп алып, басына бір әдемі тақи киіп алса болды, қадірлі қария болып шыға келе ма, келмей ма? Сөйтсе, қария болу үшін дайындалу керек деп айтып тұрғаны, жасың ұлғайғаннан кейін қаласаң да, қаламасаң да төрге шығады екенсің ғой дейді. Төрге шығарады екен дейді. Төрге шыққаннан кейін, анау етектегі жастар, мына көпті көрген үлкендер бір жақсы әңгіме айтады ғой деп күтеді екен. Өсиет айтады қазір деп күтеді екен. Одан кейін төрге шыққаннан кейін қаласаң да, жасың үлкен болғаннан кейін қаламасаң да бата бер деп дұға сұрайды екен. Дұғаны да дұрыс айтуды білуіміз керек екен ғой дейді. Қартайғанда жастарға өсиет айта алатындай, кез келген дастархан басында отырғанда сол дастарханға лайықты бата бере алатындай қария болуымыз керек екен ғой деп айтты дейді. Соны дайындалу керек екен ғой деп айтты дейді. Міне сонда елімізде Құдайға шүкір қарияларымыз бар.